Сабақтың тақырыбы: Қазақстан қайта құрудың бастапқы кезеңінде. Зерттеу сұрағы: КСО-ның ыдырауы заңдылық па, әлде кездейсоқтық па? 1980 жылдардың ортасына қарай Кеңес одағы терең экономикалық, әлеуметтік және саяси дағдарысқа ұшырады. Елді ұзақ жылдар бойы басқарған әкімшіл-әміршіл жүйе заман талабына сай болмады. Экономика орталықтан жоспарланды, барлық шешімдер Мәскеуден қабылданды. Кәсіпорындар өз бетінше жұмыс істей алмады, жаңашылдыққа жол берілмеді. Нәтижесінде өндіріс баяулады, тауар тапшылығы күшейді, халықтың тұрмыс деңгейі төмендеді. Қоғамның тек экономикасы емес, әлеуметтік өмірі, саяси жүйесі, рухани саласы да тоқырауға ұшырады. Сондықтан қоғамды түбегейлі жаңарту қажеттілігі туындады. 1982 жылы Кеңес одағын ұзақ жыл басқарған Брежнев қайтыс болды. Оның орнына Андропов келді. Ол тәртіпті күшейтуді көздеді, бірақ әкімшілік әдістер нәтиже бермеді. 1984 жылы Черненко билікке келді. Алайда ол да көп ұзамай қайтыс болды. Басшылар ауысқанымен, әміршіл-әкімшіл жүйе өзгеріссіз қалды. Бұл КСО-ның терең дағдарыста екенін көрсетті. 1985 жылғы 10 наурызда билікке Михаил Сергеевич Горбачев келді. Ол саяси бюроның ең жас мүшесі еді. 1985 жылғы сәуірде өткен пленумда Горбачев қоғамды түбегейлі жаңарту қажеттігін жариялады. Осылайша тарихта қайта құру деп аталған реформалар кезеңі басталды. Қайта құрудың негізгі ұрандары: жариялылық, сөз бостандығына жол беру, цензураны азайту және тарихтың ақтаңдақ беттерін ашық айту, жеделдету, елдің әлеуметтік-экономикалық дамуын ғылыми-техникалық прогресс арқылы тездету, демократияландыру, саяси жүйені реформалау, сайлау еркіндігін енгізу және халықтың басқару ісіне араласуына мүмкіндік беру, жаңаша ойлау, халықаралық қатынастарда текетіресті тоқтатып, адамзаттық құндылықтарды бірінші орынға қою. Қайта құрудың кезеңдерін әдетте 4 негізгі сатыға бөліп қарастырады. Бірінші кезең: маскүнемдікке қарсы науқанның басталуы. Ескі зауыттарға жаңа станоктар қою арқылы өнімді арттырмақ болды. Мемлекеттік қабылдау дегенді енгізіп, тауар сапасын қатаң қадағалады. Бұл тек бюрократияны көбейтіп, зауыттардың жұмысын қиындатты. Екінші кезең: реформалардың тереңдеуі. Экономикаға шаруашылық есеп енгізілді. Жариялық саясаты күшейіп, қоғамда қызу пікірталастар басталды. Үшінші кезең: саяси дағдарыс. Алғашқы баламалы сайлаулар өтті. Одақтас республикаларда ұлттық қозғалыстар күшейіп, егемендік туралы декларациялар қабылдана бастады. Төртінші кезең: күйреу кезеңі. Саяси тұрақсыздық. 1991 жылғы тамыз бүлігі және желтоқсандағы КСРО-ның ресми түрде таратылуы. Жариялық саясаты ерекше маңызға ие болды. Цензура жойылды, газет-журналдар мен кітаптар еркін шығарыла бастады. Қоғамда пікірталас мәдениеті қалыптасты, түрлі қоғамдық ұйымдар мен қозғалыстар пайда болды. Бұл өзгерістер халықтың әлеуметтік белсенділігін арттырды. Бірақ сонымен бірге кеңес қоғамында бірлік әлсіреді, әртүрлі көзқарастар мен наразылық күшейді. Горбачев билікке келгеннен кейін Қазақстандағы саяси өмір орталықтың қатаң бақылауында болды. 1986 жылы ақпанда өткен Қазақстан Компартиясының 16-шы съезінде Дінмұхамед Қонаев бірінші хатшы болып қайта сайланды. Бірақ бұл шешім Горбачевке ұнамады. Мәскеу жергілікті халықтың пікірін ескермей, Қонаевты қызметтен алып, орнына Геннадий Колбинді тағайындады. Бұл шешім ұлттық мүддені елемеу, отаршылдық саясаттың көрінісі болды. Осының салдарынан 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы орын алды. Ұрандары: әр халыққа өз басшысы. Ешқандай ұлтқа артықшылық берілмесін. Қазақстанға қазақ басшы. Шеру бастапқыда бейбіт сипатта болды. Жастар тек түсініктеме беруді және әділдікті талап етті. Билік бейбіт халыққа қарсы әскер, саперлік күрекшелер, үйретілген иттер мен су шашқыштарды қолданды. Алаңда қан төгілді. 1986 жылдан бастап өндірісте мемлекеттік қабылдау енгізілді. Бұл өнім сапасын арттыруы тиіс еді.
Бірақ 1987 жылы өнімнің 15-18% қабылданбай қалды. 1987 жылы қабылданған мемлекеттік кәсіпорындар туралы заң кәсіпорындарға өзін-өзі қаржыландыруға, шаруашылық есепке көшуге мүмкіндік берді. Алайда реформалар ғылыми негізделмеді. Заңдар толық аяқталмаған болды. Ескі жоспарлы жүйе сақталды. Сондықтан экономикалық дағдарыс тереңдей түсті. Қайта құру жылдарында азық-түлік тапшылығы күшейді. Қант тапшылығы, шай тапшылығы, сабын тапшылығы деген ұғымдар пайда болды. Қара базар мен алыпсатарлық өршіді. Халықтың тұрмысы нашарлап, митингтер мен шерулер көбейді. Ақпарат құралдары үкіметті ашық сынға алды. Қайта құру бастапқыда халыққа үлкен үміт сыйлады. Бірақ нақты мақсат болмады. Реформалар жүйесі жүргізілді, ескі басқару жүйесі сақталды. Нәтижесінде экономика тұралап, әлеуметтік жағдай нашарлады. Ұлт мәселесі ушығып, КСРО-ның ыдырауына алып келді. Зерттеу сұрағымызға келсек, КСРО-ның ыдырауы ұзақ жылдар жиналған дағдарыстың заңды нәтижесі болды.